Айтыңыз. Бұл жағдай біткеннен кейін болған әңгіме, ол жерде біз бала қайтыс болып кеткенін білдік. Сіздер сол жерде айтпақшы, мен тағы бір Бізде мына сұрақ. жерде Равиль, еще бана видеоға алды, мән берсеңіз, Сакиев Равиль машинеге отырады. Сол жерде бала қайтыс болып кетті. Жүр, роводыға барайық, мойындайық дегенде айтып жатқан сөз де бар еще жерде. А бұл жағдай біткеннен кейін бар, неткен сол видео бұл машинемен. Уже біз бағана кеп тоқтадық қой последний. Сол жерде видео біткен жерде бізді уже сотрудниктер келіп ұстаған, бізді алып кеткен роводыға сол жерде. Біз өзіміз тоқтағанбыз сол жерде, артымыздан маргайт етіп тоқтатты. Сіздер сол кезде білдіңіздер ме, баланың қайтыс болып кеткенін? Біз уже біліп, сол таудан түсіп келеткен кезіміз анау. Қайдан білдіңіздер? Звондады Равилға. Сіздерге бейне жазба, Мамедованың бейне жазбасы жетті ғой, сол кезде. Солай ма? Мамедова? Да. Қандай видео? Балконнан түсірілген. Біз сол ішінен төртіне қараған түні болған бұл. Біз сол жағдайдан кейін тауға шығып, таудан біз сол жағдайды естіп, талғарға түсіп келеткен кезіміз. Сол кезде болған әңгімелер анда. Мына жерде Ол кезде уже бәрі уже айтылды, адам қайтыс болды. 9-шы зерттелетін фонограмма. Қанша жасар бала екенін бәрін айтылды уже. Білдіңіздер деп тұрған сол ғой, баланы қайтыс болғанын білдіңіздер. Жағдай бітіп, біз естіп, төмен түсіп келеткеннен кейін болған әңгіме деп тұрмын. Мен сұрағыма жауап берші, қайдан білдіңіздер енді? Сіздер айтып тұрқа алдыңыз сотта Равилдан Тұратыңыз, Сакиев, айтыңыз, сізге кім хабарлады ол туралы? Мен алдында жауабымды айтқандай, маған Құрман деген танысым звондады да бірінші. Қайда екенімді сұрады. Сосын мен жұмыстамын дедім оған. Ол содан қайта звондай берді, мен алдым. Ол айтты, талғарда төбелес болып, біреу қайтыс болып кетті десе отырып, жоқсыңдар ма сендер деді. Мен оған білмеймін дедім. Содан кейін маған мамам звондады. Сен полиция қызметкерлері іздеп жүр екен ғой сендерді деп. Соң Құрман қайттан звондады да 16 жасар бала қайтыс болып кетті деп айтып жатыр деді. Мен құрметті сот, ана видеода ана жерде мен Шыңғыспен ерегесіп қалғам. Содан мен өзім андай шок болып қалдым. Қалай қайтыс болып кетті, не қайтыс болып кетті? Жүр барайық роводыға. Мойнымызбен барып, кім бәрі істеген мойнымен көтерсін деп, сондай мағынада айттым. Сотталсақ та не болсақ та барайық роводыға барып, каждый айтсын өз шындығын деп.